сәлеметсіздер ме менің құрметті тыңдармандарым, арнаға қош келдіңіздер. Арнама жазылып, мені қолдап кетіңіздер. Сирияның сұмдығы 6 бөлім. Қазір ғана бір сатқынның жазасын бердік деп автомат атқан бірнеше адам айқайлап жүр. Бір қызығы өліктің үстінен өтіп қайтып қатын-қалаштар мен балалар жүр. Олардың 5 жыл соғыста адам өліміне үйренгендері сонша ештеңені елемейді. Оларға адам өлімі түк емес. Анау жүрген қарулы адамдар үшін торғай атқанмен бірдей. Сол күні ана мені малындырып киіндірді. Қолындағы уыс-уыс ақшаны аямай шашты. Кешке қарай қала сыртындағы үйімізге қайттық. Ертесіне көшбасшымыз келіп айқайлап ұрса бастады. Қане құжаттарың қайда, шығыңдар деп зіркілдеп тұр. Бастарын бұққан қатындар құжаттарын сөмкелерінен шығарып беріп жатты. Бәрімізді құжаттарымызды жинап алған басшы ортаға шықты. Жау қаланы қоршап қыспаққа алып жатыр. Оларға орыс кәпірлер қосылып шабуыл бастады. Бізге белі қатайған 5 бала керек дейді. Яғни 5 бала, 5 жанкешті смертник керек. Боздаған аналар улап-шулап жылай бастады. Бұл алапат сұмдық еді. Бесіктен кеше ғана белі шыққандар бүгін Алланың жолында өздерін құрбан қылмақ. Ол бейшаралар кім үшін өлмекші? Белдеріне бомба байлап қалаға кірген салт. Бұл сұмдықтың берісі еді. Ештеңе білмейтін балаларды әскери шоғырлана жіберіп қарап тұрады. Баланы көрген сарбаздар аяушылық танытып, ананы-мынаны сұрайды. Сол кезде сырттай бақылап тұрған адам баланың беліндегі жарылғышты іске қосады. Осымен бәрі бітті. Нәтижесінде сұрауы жоқ, бала өлді. 10 сарбаздың өмірін жалмады. Қалай өлсе де Алланың жолында өліп жұмаққа жетті. Бір күні анам келіп әңгіме айта бастады. Байға берейін десем тигің келмейді. Ендеше мен саған айтайын қызым дейді. Не еді? Айта беріңіз деп көзіне қарадым. Мен сені тізімге жаздырып келдім деді. Қандай тізім деп сұрадым, таң қалдым. Жанкештілер тізімі деп қарап тұр. Не дейсіз анашым? Не дегенде? Солай қызым, бәрі жаздырып жатыр. Мен де жаздырдым. Ол тізімде өзім де бармын. Айшам да бар, міне қара дейді. Сенің есің дұрыс па өзі деп жабса кеттім. Екеуміз біраз арпалыстық. Тым болмаса Айшаны өшір, кішкентай ғой деп жұлқи бердім. Сіңлім сонда 5-ақ жаста. Құдай мұндайды көрсетпесін, алайда осыдан кейін амалым қалмады. Ананың дегеніне көніп келісімді бердім. Ертесіне 5 адам кіріп, солардың бірі маған үйленетінін айтты. Осыдан кейін мен бейбақ кете бардым. 12 жас бір айымда еркек көрдім. Күйеуім 24 жасар қазақстандық еркек еді. 2 апасымен бірге келіпті. Бұлар да Алланың жолында деп сөйлейтін сорлылар еді. Жылап жүріп еркекке үйрендім. Соңында өз қазағым ғой, оған да шүкір деп жанымда жұбаттым. Осылайша Тамиланың күні басыма туды. Өйткені бала көтермедің деп сылтау айтқан байым үстіме 27 жасар бір балалы келіншекті әкелді. Ол екеуміздің үстімізге тағы бір қатын әкелді. Сөйтіп үшеумізді бір үйдің ішінде ұстады. Тек есіктеріміз бөлек еді. Бұл жерде байсыз қатын көп. Бұл соғысқан елде қалыпты жағдай. Мысалыға бір бомбадан бірнеше еркек баудай түсіп қырылады. Олардың қатындары жесір қалады. Ол сорлыларда бір қатын болса жақсы, кемінде 2-3 қатыннан бар. Демек бір күнде 3 қатын жесір қалады деп есептей беріңіз. Сондай қатындарды некелеп жіберіп қосып отырады. Өйткені мына содырларға бала керек. Айта кетейін, сол тізімде 3036 жахидші болып мен тұрсам, менен кейін сіңлім, мен анам тұрды. Мұныңыз өте қауіпті еді. Күндейне күнәра 5-6 баладан кетіп отырады. Алайда мұндай тәсілден де нәтиже шықпаған дейді. Өйткені ауыздары күйген сарбаздар бала көрсе ескерту жасап жақындатпай атып тастайтын болған. Осы заңды мемлекет басшысы Башар Асад шығарып қол қойған. Сондай балалардың өліктерін жинап алған содырлар телевидениеға шақырып айды аспанға бірақ шығарады. Сирияның залымы патшасы балаларға дейін аямай қырып жойып жатыр дейді. Мұндайда әлем дүрлігіп атқа қонады. Соғысқа тағы да басқа елдер араласады. Сөйтіп демократиялық еліміз дейтін Америкаңыз бастап береді. Бомбалар қарша борайды. Бұл ақпараттық соғыс, бұл саясат.
Әйтпесе осының бәрі жасанды екенін, мына соғысып жүргендердің жалдамалылар екенін бәрі біледі. Әу баста айтқанымдай, Сирияның жергілікті тұрғындары соғысқа құмар емес. Олардың күнкөрістері өте жоғары болған. Соғысып жүргендер жан-жақтан келген содырлар ғана. Біз солардың қолында болдық. Көктем шыққан кез еді. Тағы да төбемізден хат жауды. Хат орыс, араб, ағылшын тілдерінде жазылған. Мен де оқып көрдім. Тағы да ескерту беріпті. Қаладан шығып босқындар лагеріне келіңіздер. Қаладан шықсаңыздар болды. Біздің әскер қорғайды, деп жазып жіберіпті. Осы хаттан кейін қаланың берілгенін білдік. Өйткені біз тұратын Илатта қашқан содырлар қаптап кетті. Илат деген қаланың шеті, аудан дегенге саяды. Хомс өкіметінің қолына өтті деп сыбырлап жатты. Сонда қарасаңыз, Асад әскері 2 жылда қаланы қайтарып алды. Сонан соң баяғыдай тәртіп орнады дейді. Ең бастысы шариғат заңы тоқтап, бұрынғы заң қайта келді дейді. Алайда тағы да күш жинаған содырлар қайта шабуылдап, одан қашып бізге келеді. Мұның бір ғана себебі бар. Орыс ұшақтары бейбіт тұрғындарды бомбалай алмайды. Өйткені бомба тастаса халықаралық шу болады. Орысша айтқанда скандал болады. Соны білетін содырлар біздің арамызға жасырынады. Бәлкім орысты жақтап басқаларды таттап отыратындай болармын. Алайда қайда барсаңыз да менің көзімнің көргені осы. Бізге тиіп тұрған Хомс қаласынан түк қалмады. Ол қалада қиян-кескі шайқастар болды. Күні-түні гүрсілдеп от шашып атысып жататын. Бейбіт тұрғындарды шығарып алған билік пен орыс ұшақтары содырлар жағын қырып тастады. Ендеше соғыс тоқтауы керек қой. Жоқ, соғыс тоқтамайды. Өйткені жан-жақтан жалдамалы содырлар келе береді. Олардың арасында қара нәсілді африкалықтар да бар, Америка мен мексикалықтар да бар, тіпті француздар мен қытайлар да бар. Қысқасы, соғыс бізге жақындай түсті. Қаланы тазалай бастаған әскерилер 1 айдан соң біздің ауданға жетеді дейді. Олай болса қашу керек. Бәрімізді шығарған көшбасшы бізді бір автобусқа тығып әкетіп барады. Сенесіз бе? Жоқ па, білмеймін. 1 ай автобуспен қаңғып жүрдік. Тағы да айтамын, 1 ай далада жатамыз, автобустың астында тығыламыз, төбенің етегіне жасырынамыз. Біздің сонда не үшін жүргенімізді ешкім білмейді. Бірақ оқтың пикаппен келіп тізімдегі балаларды алып кетіп отырды. Мен күйеуім болған соң тізімнен шықтым. Анам мен сіңліме кезек келмей жүріп алды. Осы 1 айда көрмегеніміз қалмады. Орыстың тікұшақтары төмендеп келіп барлау жасайды. Бала-шағаны көргенде кете барады. Мұндайда көшбасшының мен оның жақтастарын таппай қаласың. Олар жоғалып кетіп балаларды шығарады. Демек содырларға да жан керек, ойланбай көріңіз. Сонда жұмаққа деп қалқылдап отыратын мына шалдардың өздерінің өлгісі келмейді. Қызық екен, шейіт кетіп жұмаққа бара салмай ма? Жоқ, бұл жерде бірдеңе дұрыс емес. Іш киімме жасырған хатты алып мұқият қарап шықтым. Қайда барасың, қай жолмен барасың, бәрін көрсетіп сызып қойыпты. Олай болса мына малғұн ұйқыға кеткенде қашып кетсем болады. Менен басқа 2 қатыны бар ғой. Қатынсырап өлмес. Сол түні қираған үйдің жертөлесінде жатқанбыз. Уақытша жер болған соң қыз-келіншектерге бөлек, еркектер бөлек еді. Түн жарымның ауғанда аяқ жүрісі тынышталғандай болды. Басымды көтеріп қарадым. Оң жағымда тәтті ұйқыда сүп-сүйкімді Айшам жатыр. Одан әріде анам жатыр. Тағы бір қатындар. Сіңлімнің бетіне тесіле қарап біраз отырдым. Жаным менің, мен кетсем сенің өмірің қандай болады екен? Ақымақ анам сені де бір шалға беретін шығар. Оған дейін тірі жүрсең жарығым. Мұндай қиян-кескі соғыста тірі қалуың екіталай нәрсе. Дегенмен жолымыз бөлек. Қош бол жаным, қош бола гөр. Шашынан иіскеп бетіне сүйдім. Сонан соң еңбектеп барып есікке беттедім. Көзімнің жасы жер тіреген қолыма төгіліп жатты. Қайтейін, жын қуған анам қан туған жерге әкелді. Одан бері 5 жыл өтті, соғыстан басқа түк көрмедік. Сол еске жете алмадым. Әлде бір келіншек беліме жабысып басын көтергенде селт етіп жалт қарадым. Үш қызым, сесіңді шығарма деп сыбырлады. Қорыққаннан иегімді түсіріп басымды бұқтым. Қайда барасың? Далаға
қуығымды босатып қайтпақшымын. Мен де барамын, сен шыға бер деп теріс айналды. Бұл кісінің дауысын тыңдағанда қатты қуандым. Ләйла деген өзбек апам екен. Сүйретіліп барып есіктен шықтым. Андай жердегі 2 күзетші қорылға басыпты. Қарауларын қабырғаға сүйеп қойған. Өздері қаннан-қаперсіз тәтті ұйқыны сойып жатыр. Аяғымның ұшымен жоғарыға жеттім. Соңымнан Ләйла апа ілесті. «Қашып кеткің келе ме? Айтшы, Нұргүлжан», деп сыбырлай бастады. Не айтарымды білмей қалдым. Бұл қатын мұнафиқ болса қайтемін дейді. Ойланып тұрғанымда Шамалас апамыз «Айта ғой қызым», деп қайталап сұрады. «Қашқанда қайда барамын?» деп алданған болдым. «Баратын жолыңды мен көрсетейін, бірақ бүгін емес, алдағы күндері кетейік», деп ағынан жарылды. Жалғыз шығуға қорқып жүргенмін. Апаның сөзіне сеніп кеттім. Бұл да менің анам сияқты қыз жетектеген кісі ғой. Алдай қоймас, баласы бар әйелдің мұнафиқ болуы мүмкін емес. Сонда көзін сүрткен өзбек апам келістік деп басымнан сипап алдыма түсті. Бірақ біз жертөленің есігіне жете алмадық. Алдымыздан қаруын кезеген күзетші шыға келгенде көзіміз бақырайып тұра қалдық. Жарқ еткізіп қол шамын жаққан күзетші бізді танығанда өзбек апаны автоматтың құндығымен бір қойды. Сол жерде аударылып түскен Ләйла апам домалап кетті. Ашулы күзетші маған ұмтылды, алайда ұрып жібермеді. Есесіне «Некедегі қатынсың ба?» деп жекіп сөйлеп сұрақтың астына алды. «Иә, некедемін», деп басымды бұғып отыра қалдым. «Тұр орныңнан, байыңды шақыр», деп зіркетті. Осы дауысқа оянған еркектер далаға шықты. «Мына екеуі рұқсатсыз шығыпты. 100 дүрені бөліп соғыңдар». Мұның соңы біразға дейін тартыс болды. Мен құтылдым. Өзбек апам 100 дүрені жалғыз жеп жүре алмай қалды. Осыдан кейін біздің жоспарымыз белгісіз уақытқа қалды. Маған өзбек әйелге жақындауға, сөйлеуге, тіпті амандасуға тыйым салды. Әбүйір болғанда іш киімінің ішіндегі картаны көрмеді. Сол қағазбен қолға түссең нағыз мұнафиқсың. Ол кезде өлім жазасы күтіп тұр. Мұнафиқ дегені араб тілінен аударғанда сатқын, тыңшысы, 200-ді дегенді білдіреді. Мұндай күдікке ілінсең, базардағы баланың кебінін киесін, басыңды кесіп іліп қояды. Өлігіңді ит тартқылап, адамдар басқылайды. Бұл әдейі жасалады. Мұны басқаларға сабақ болу үшін жасайды. Негізі түнге қарай рұқсатсыз шығуға болмайды. Біз сол заңды бұзып төремен құтылдық. Қуғын қысса байыңнан, не болмаса күзетшіден рұқсат сұрауға тиіссің. Одан кейін біраз күндер өтті. Ләйла апам өліп, тіріліп аяққа тұрды. Өйтіп қайтып көзіммен ырымдап кетіп жүрдім. Бүгін түнде қалайда кетеміз қызым, өлсек азат боп өлейік, деп сыбырлады. Қайта айналып соғып сағат деп сұрадым. Түнгі 2-де деп теріс қарады. Мен дайымын апа, ала жолымызды оңғарсын, деген өзбек. Ләйла апа кете барды. Сол күні кешке дейін қамданған болдым. Кішкентай орамалға жолда жейтін тамақ орадым. Оған бір жапырақ нан мен 2 шелпек қостым. Осылайша тас түйін орадым. Сағат тілі түнгі 2 болды. Қарап жатырмын, басын көтерген Ләйла апам күйбеңдей бастады. Оны көргенде мен де басымды көтеріп жоғарылай бердім. Апамның соңынан ердім. Тіземізді соғып отырып, ұрлана келіп есікке жеттік. Кенет оң жағымыздан шәң кеткен ащы дауыс шықты. Біздің қашамыз деген екінші жоспарымыз да сәтсіз аяқталды. Дегенмен қолға түссек те олар бізге шара қолданбайды. Оған себеп сол түні жарылғыш бомба жаңбырша жауып қаланың күл-талқаны шықты. Қане, жан-жаққа қашыңдар. Жертөледен шығып басымыз ауған жаққа қаша жөнелдік. Мен сіңлімнің қолынан ұстап алдым. Жалп етсе де сүйреп кете бардым. Жатыңдар деп айғайлаған дауыс екінші рет шыққанда Айшамды құшақтап жата қалдым. Бұл найзағай ойнап күн күркірегендей сұмдық еді. Бірінші көктен құлаған бомбаның ызыңдап ұшқан даусы шығады. Одан гүрс етіп барып жарылғанда айнала шарқ кетіп жанып өшеді. Келесі бомба құлағанша қарайын деп басымды көтердім. Әр жерде тастарға жармасқан әйелдер жатыр. Сол күні таңда басталған бомбалау 5 сағатқа созылды. Күн шығып төбемізге жетті. Көз ұшында қираған қаланың үйіндісі қалды.
кейін белгі болғандай содырлардың бір топ әскері қалаға кірді деген ақпарат алған солардың көздерін құртты. Оларды үйлеріне паналатқан талай отбасы да қаза тапты. Бұл жерде арнайы заң бар. Содырларға жоқ деп айтуға болмайды. Олар тіпті рұқсат сұрап отырмайды. Баса көктеп кіріп жылы төсегіне жатып алады. Орын жетпесе өзің далада жат, оларға бәрібір. Ал қаладан шығыңдар деп бірнеше рет ескерткен орыстарға да Америкаға да бәрібір. Әлгілерді өлтірсе болды. Мен осында келгелі 5 жылымда мұншалықты бомбалауды көрген емеспін. Бүйір болғанда біз қаланың шетіндеміз. Біздің босқын екенімізді білген әскерилер аман қалдырды. Сол күні қатын-қалаш пен бала-шаға шулап жатқанбыз. Сақалды еркек келіп жиналыңдар деп айғайлады. Сонан соң ұрысып жүріп автобусқа тией бастады. Өйткені мына қалаға енді Асад әскері келеді. Олай болса содырларға қашу керек. Сол үшін олар бізді өздерімен әкетті. Сонда ғана түсіндік, біз оларға тірі қалқан екенбіз. Орысша айтқанда живой щит дейді. Бұл технологияның дамыған заманы. Ұшқышсыз дрондар мен тікұшақтар. Одан қалса спутниктер мен жердегі бәрін көріп отырады. Біз шиттей бала-шаға болған соң олар бізді бомбалай алмады деп сыбырласты.